Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз осында ет қосылған тамақ дайындаймыз. Бұл тамағымыз біздің духовкада арнайы пленкада пісетін болады. Олар сондай жұмсақ әрі шырынды болып шығады. Ешқандай қуырмаймыз, тез дайын болатын тамақтың бірі. Ең алдымен етімізді жақсылап жуып, оны осылай турап аламыз. Менде тауықтың еті. Етіміздің үстіне дәмдеуіштерімізді саламыз. Мен арнайы тауықтың етіне арналған дәмдеуіш қосамын. Кішкене кориандр қосамын. Ол еттің бір иісін білдірмейді. Және үстіне бір ас қасық майонез қосып, қолымызбен араластыратын боламыз. Енді картопымызды турап аламыз. Мен осылай етіп турап алдым. Қатты майда етіп тураудың қажеті жоқ. Бөлек ыдысқа саламыз картопымызды. Үстіне пиязымызды саламыз. Және чеснок қосамыз майдаланған. Картоптың үстіне де қалаған дәмдеуіштеріңізді қоссаңыздар болады. Менде паприка, тұз және картопқа арналған дәмдеуіштер. Бұны да қолымызбен жақсылап араластырып қоямыз. Екеуінде бөлек ыдыста 10 минутқа қалдырамыз. Дәмдеуішіміз сіңу керек. Осындай арнайы духовкаға арналған пленкамызға енді картоптарымызды салып аламыз. Картоптың үстіне еттерімізді салып жайғастырамыз. Маған бұндай тәсілмен дайындалған тағамда дәл осы тауықтың етімен дайындалған түрі ұнайды. Бұл тамақ өте тез дайын болады. Қазанның басында тұрып уақыт кетірмейсіздер. Барлығын салып, шетін жақсылап бекітіп, духовкаға қойсақ пісе қалады. Осылай барлығын араластырып аламыз. Шетін жақсылап бекітеміз. Міне, осындай бекіткішпен бекітіп аламыз. Енді үстінің 1-2 шетін тесіп қоямыз. Жарылып кетпеу үшін. Енді 180 градусқа 40-50 минутқа қоямыз. Дадам! Біздің тамағымыз дайын. Міне осындай болып еттеріміз қып-қызыл болып шығады, қуырылғандай болып. Картоптарымыз да бүтіндей әрі жұмсақ болып піседі. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Видео ұнаған болса, лайк басып тіркеліп кетіңіздер.